көп адамдар тек қана бір ашығу деп ойлайды да оразаны. Вот эгода осы жерде. Біздегі ең үлкен бір жағымыз қасиет бар, біз мойындамаймыз ешқашан. Неге ислам деген кезде бірнеше әйел алу туралы сұрақ үнемі тұрады? Әлде мен қателесем ба? Коуч психологтардың біздің қоғамды әбден улап жатырған бір сабыр. Ер адам ана өзіміздің әйелімізге өзіміздің қызымыз сияқты қарау керек. Мейлі ол орамал таққан, мейлі ол тақия киген, экранның алдында отырып алып, әртүрлі сөздерді қолдану, әртүрлі сөздерді айту, тіпті іс әрекетпен көрсету, ол былайша айтқанда ұяттың ұяты. Қайырлы күн, құрметті көрермен, YouTube арнамызға сұхбат көруге келген ағайын, армысыздар. Қасиетті Рамазан айы басталды. Бұл уақыт әрине көпшіліктің көкейінде сұрағы көп, өзінің мінезінің, іс-әрекетінің дұрысталуына ниеті ұлғаятын, және сәйкесінше мен дұрыс жасап жүрмін ба деген өзінің негізгі миссиясын анықтауға арналған сұрақтар көп. Сәйкесінше біз өздеріңізге осы айда жалпы әрі қарай Рамазан айы менің ойымша адамның жақсы әдеттерінің қалыптасуына ықпал ететін старт деп айтады ғой. Сондай бастау ай деп ойлаймын. Сондықтан біз студиямызға көп танымды ақпарат болсын, сіздерді мазалайтын тақырыптарда өзінің ойын ортаға салсын деп Астана қаласының бас имамы Ерболат Жүсіпов мырзаны шақырып отырмыз. Рамазан айы құтты болсын. Аман есен жеткеніңізге шүкір дейміз. Рахмет сізге келгеніңізге. Енді жаңа айтып отырмын ғой өзім, жалпы жақсы әдеттердің бастауы деп. Бірақ өзіңіз де білесіз ғой, діни сауат жағынан, жалпы оразада түнде ғана тамақ ішіп, тамақтан ғана тыйылатын ай деп ойлайтын адамдар әртүрлі түсініктегі, әртүрлі жастағы адамдар көп. Жалпы бұрынмен салыстырғанда, өзіңіз қанша жыл осы бағытта жүрсіз? Діни сауат жағынан дұрысталып қалыппыз ба, егер жылдар тарапынан сараптайтын болсақ? Аса рахымды мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның есімі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлем болсын. Ең бірінші қасиетті Рамазан айының келуімен баршаңызды құттықтаймын. Алла өздеріңізге, кәсіптеріңізге, отбасыларыңызға береке берсін. Енді сұрағыңыз өте орынды. Жалпы ораза деген үлкен құлшылық ол. Ораза Алланың сіз бен бізге берген сыйы. Біз ертеректе бұл оразаны тек ішіп жеуден өзімізді бір қинау деп түсінетін едік. Бірақ олай емес екен. Ораза Алланың берген сыйы. Бұны қалай түсінеміз? Мысалы, осы оразаға қатысты аятта Алла тағала айтады, уа иман келтіргендер дейді. Мысалы, мына Құранда адамдарға Алла тағала бір бұйрық беретін кезде әртүрлі шақырумен шақырады. Уа адамдар дейді. Басқа бір аяттарда уа иман келтіргендер дейді. Енді иман келтіргендер деп айтып жатыр да осы жерде. Демек, ораза кімге парыз десе, ораза кімнің жүрегінде Аллаға шынайы иманы бар, кім Алладан қорқады, ақыл есі түзеу, балиғат жасына жеткен әрбір мұмын мұсылман үшін парыз. Енді Алла айтады, уа иман келтіргендер дейді. Мысалы, жалпы иман деген өте қастерлі сөз, ол адамның ең құнды қасиеті. Мысалы, қазақта ауыр сөз бар, имансыз деген ауыр сөз бар. Өйткені иман деген нәрсенің өте маңыздылығы, қазақ айтады мысалы, иман жүзді дейді. Жүзінен иман тамып тұр дейді. Сонда осы аятта айтады, уа иман келтіргендер. Яғни адам үшін ең бір бағалы шақырумен Алла тағала бізді айтып жатыр. Уа иман келтіргендер, сіздерге ораза парыз етілді, алдыңғыларға да парыз етілгендей. Қараңызшы, осы жер өте маңызды, алдыңғыларға. Яғни қазір мысалы бізге ораза парыз болды, бұл қиын, бұны адамдар істеп көрді ме екен деп біз айта алмаймыз. Өйткені бізден алдыңғы қауымдарда да ораза болған. Демек, бұл бізге психологиялық тұрғыда бізге жеңіл. Өйткені оны адамдар істеген екен ғой, мен де істей аламын деген. Екінші негізі оразаның негізгі сізбен бізге берер ең үлкен пайдасы бұл тақуалық. Тақуалық деген сөз Аллаға жақындық, шынайы имандылық деген. Мына Шерхан атамыздың керемет сөзі бар ғой, Құдай тағала біреуге дүниені төгіп береді, 4 құбыласы өзіне сай, бірақ жүректе иман жоқ дейді. Ең сорлы адам сол дейді. Демек, оразаны әрбір иманды адам өзі маған Алланың тікелей бұйрығы екен деп қабылдап, бұл Алланың сыйы екен деп бұған қуану керек. Енді пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, осы қасиет ай кірген кезде үмметтен сүйініш сұрады.
мысалы қазақтың ұғымында сүйінші деп қашан сұрайды? Бір қуанышты хабар, бір үлкен бір ерекше бір хабарға сүйінші деп жариялап жатады. Дәл сол сияқты пайғамбар да бізден сүйініш сұраған. Сіздерге берекелі ай кіріп келді дейді. Сіздерге әшейін бір ай кіріп келді деп жатқан жоқ. Сіздерге берекелі ай кіріп келді. Бұл айда дейді, бұл айда жәннаттың есіктері айқара ашылып, дозақтың есіктері тас жабылады дейді. Және де адамдарға ең зиян тигізетін құтырған жындар болады дейді. Мына демек адамдардың деңгейі болған сияқты, мына жын шайтандардың да деңгейі болады екен. Ең үлкендері, адамдарға ең бір қиындыққа себеп болатын, адамдарды азғыратын ең үлкен жын шайтандардың бәрі кісенделеді дейді. Қараңызшы. Енді жәннаттың есігінің ашылуы, дозақтың есігінің жабылуы, сіз бен бізге аздыруға себеп болатын жын шайтанның бәрінің кісенделуі кім үшін? Сіз бен біз үшін. Және де пайғамбар осы сүйіншісінің жалғасында айтады, ең соңында дейді, бұл айда дейді, бір түн бар дейді, 1000 айдан да қайырлы. Ол кім үшін? Сіз бен біз үшін. Және сол бұл түн дейді, бұл түннің егер кім деген жақсылығынан айырылып қалса, ол бүкіл жақсылықтан айырылып қалды дейді. Демек, бұл Рамазан айы сіз бен бізге Алланың үлкен сыйы. Енді жаңа сіз сөзіңіздің барысында айттыңыз, көп адамдар тек қана бір ашығу деп ойлайды да оразаны. Мына ислам ғұламалары, имам Ғазалиға ұқсаған кісілер айтады, ораза ұстаушылардың 3 деңгейі бар дейді. Ең бірінші деңгей, адам ол ішіп жемейді. Яғни ораза бұзатын не себеп болады? Сол себептен өзін тоқтатады дейді. Бұл оразаның ең төменгі деңгейі. Бұдан кейін ортаңғы деңгей бар екен. Ортаңғы деңгей бар. Ол жаңағы оразаны бұзатын амалдардан өзін сақтайды, ішіп жеуден, отбасылық жақындасудан өзін сақтайды, және бұның ағзалары ораза ұстайды. Мысалы, көзі ораза ұстайды, яғни арам нәрсеге қарамайды, тілі ораза ұстайды, тілімен арам нәрсе айтпайды, біреуді ғайбаттап, біреуге жала жабу, одан өзін сақтайды. Қолы, аяғы да Алланың тыйған нәрселерінен тыйылады. Демек, бұл адамның бүкіл ағзалары ораза. Өйткені пайғамбар хадисте айтады, кейде адам өтірік айтады дейді, бірақ өтірік айтқанын айтып ораза ұстайды, ал оның тапқан пайдасы не десе, қашейін бос ашығу дейді. Яғни сауаптан махрұм болып қалды. Ал енді оразаның ең жоғары деңгейі бар. Бұл оразаны бұзатын жаңағы материалдық, физикалық себептерден ол құтылады, яғни оны жасамайды. Оның бүкіл ағзалары ораза ұстайды. Сонымен қатар адамның ойы, ақылы, жан дүниесі де ораза ұстайды дейді. Тіпті жаман нәрсені ойлауға да жол бермейді. Міне бұл шынайы ең үлкен ораза. Осы туралы қалай осыған келуге болады? Енді бірінші этап, екінші этап деп отырмыз ғой. Бірден адамның ондай жаңағы нәпсісін жоғары сана деңгейінде, түп сана деңгейінде тыйып тастап, тәрбиелеп тастауы бірден екі талай ғой. Әсіресе ол жасы 18-20-дағылар болса, ол жалпы өмірде енді танып атқан адамдар. Қалай осыған ұмтылған дұрыс? Мысалы, енді әртүрлі ұстаздардың, мысалы, уағыздарын көрейік, әртүрлі сол кезде қойып жатқан сұрақтар өте қарапайым, соған қарап жалпы портрет қалыптасады діни сауат туралы. Сірә оразаның мән мағынасын әлі біле қоймайтын адам көп екен ғой деген ұғым қалды менде. Әлде мен қателесем ба? Негізі оразаны көп адамдар тек ашығумен денсаулықты бір жөндеу үшін бір құрал деп қабылдап жатқан адамдарда жоқ емес бар. Бірақ біз бір нәрсені түсінейікші. Ораза ең бірінші бұл құлшылық, бұл ғибадат. Бұл Алла тағала бізге бұйырған Рамазан айының оразасын ұстауды, 12 айдың бір-ақ айы ғана. Күнде ораза деп Алла тағала бұйрық берсе, мүмкін адам айту мүмкін, қиналдым, жалықтым деу мүмкін. Өйткені адамның табиғатында жалығу, қиналу деген нәрсе бар. Ал сіз қараңызшы, 12 ай бойы жұмыс жасап тұрған адамның организмі демалу керек. Не нәрсе болса да демалу керек. Біздің мысалы ағзаларымыз бар, мүлде демалмайтын. Ал ең осы ағза демалсын деп Алла тағала бізге Рамазан айының оразасын парыз етті. Демек, адамның негізі бұл оразадағы ең маңызды нәрсе адамның ниеті. Адам сауап алу үшін ниеті дұрыс болу керек. Оразаны құлшылық деп қабылдау керек. Ал егер оразаны әшейін денсаулығымды жақсартып алам, салмақтан арылам, семіздіктен құтылам деген ең басты ниеті болатын болса, ол ниетіне жету мүмкін, бірақ ол сауаптан махрұм болады. Сондықтан жалпы ораза ұстап жатқан кезде адам, мұсылман адам, бұның дүниелік
және ақыреттік бұның пайдасын ниет ету керек. Дұрыс, ең бірінші нәрсе ол иман, бізге Алланың тікелей бұйрығы. Шынайы Алланың разылығы үшін таң сәріден күн батқанға дейін біз ниет етейік. Бірақ осы аралықта біздің денемізде, организмде қандай процестер жүріп жатыр, бізге қандай пайдалар болып жатыр, ол өзінен өзі келе беретін нәрсе. Бірақ оны негізгі мақсат тұтылатын нәрсе емес ол. Түсіндіңіз ба? Енді оразаның ең үлкен бір пайдасы, адам нәпсі адамды күнәға шақырады. Негізі біздегі ең үлкен проблема күнә. Сіз қараңызшы, мысалы, неге адамның өмірінде береке болмайды? Мысалы, отбасында береке болмайды, бала шағада береке болмайды. Мысалы, көп адамның қадір қасиеті жоғалады. Бұл ненің әсері? Өйткені күнәнің әсері. Күнә деген нәрсе бұл адамның иығында тұрған бұл рухани жүк. Міне Рамазан осы ауыр жүкті тастайтын уақыт. Шәкәрім атамыздың керемет сөзі бар ғой. 11 ай күнә жасадың ғой дейді. 11 ай күнә жасауымызға жетпеді ма, енді тоқталайық дейді. Шында да енді Рамазан айы біз күнәдан арыламыз. Мысалы, қарап отырсаңыз, көп адамдар ораза. Көп адамдардың жүзінде бір жылылық бар. Сабыр. Кейін адамдарды мысалы сырттай қарап отырсаңыз, мысалы, өте өздеріне сенімді, қадамдары нық, сөзі нық. Не үшін? Өйткені мына нәрсе бар да, бұл адам Алланың бұйрығын орындап, қайтарған тыйымнан қайтып жатыр. Мысалы, сіз мешітке бара жатқан кездегі адамның бір келбетін көз алдыңызға елестетіңізші. Мешіттен шыққаннан кейін қалай? Неге адам жүзі өзгеріп кетеді? Әлбетте, көрдіңіз ба? Мешітке бара жатқан кезде олда белгілі бір деңгейде жүк бар, белгілі бір деңгейде уайым бар, белгілі бір деңгейде күнәсі бар. Ал бірақ мешітке кіріп, бір белгілі бір уақыт отырып, Аллаға, я Алла, мысалы, күнәмді кешіре көрші, отбасыма береке берші деп, мысалы, мешітке садақа беріп шыққаннан кейін адамда жеңілдік пайда болады. Демек, ол Алланың жақсы көрген амалын жасағаннан кейін Алла Тағала ол адамға күш қуат беріп қойды. Дәл сол сияқты міне оразада адамдардың бәрі солай. Енді мына оразаның ең маңызды жері біз күнәдан арылып алуымыз керек. Күнәдан барынша біз тазаруымыз керек. Күнәдан тазарудың қарапайым жолдарын ғалымдар әдемілеп бізге тәпсірлеп түсіндіріп береді. Мысалы, ең бірінші күнәдан арылу үшін адам соны мойындау керек дейді. Мысалы, біздегі ең үлкен бір жағымыз қасиет бар, біз мойындамаймыз ешқашан. Біз айтамыз, ниетім түзеу дейміз де, біз өзіміз баға беріп жатырмыз. Құдай өзі кешірсін. Дұрыс па? Жалпы біздің кім екендігімізді бағалайтын, түсіндіретін біз емес. Өйткені адам, ол өзі, адамда эго бар. Адам ешқашан өзін төменгі дәрежеде сезінбейді. Ол айтады, мен жақсы адаммын дейді. Дұрыс, ол адам жақсы болуы мүмкін. Бірақ біз бір нәрсені түсінейік. Қашан жақсы болады ол? Егер қоғам оны жақсы адам деп қабылдаса, ол жақсы. Немесе шариғат, Алла Тағала кімді жақсы деді, пайғамбар кімді жақсы деді, ол жақсы. Алла Тағала кімді жаман деді, пайғамбар кімді жаман деді, ол жаман адам болады. Сондықтан мына жердегі ең бірінші нәрсе, біз жалпы күнәні мойындауымыз керек. Өзіміздің бойымызда қателік бар, менде кемшілік көп, мен жөнделуім келеді. Міне бірінші осы нәрсені адам мойындау керек. Екінші, адам осыны Алладан сұрау керек. Алладан көбірек сұрау. Я Алла Тағала, мен пендемін, мен жөнделгім келеді. Я Алла Тағала, мені қолдаш, мені қорғаш, маған күш қуат берш, мен жақсылыққа ниет қылдым, мені қуатташ деп Аллаға жалбарыну керек. Кейін күнәдан арылудың бір қарапайым жолы дейді, жақсы ізгі амалды көбірек жасай беру керек дейді. Сауап амал. Әсіресе ата-анаға көп сауап, жақсы амал жасау дейді. Ата-ананы қуанту. Ата-ананы қуантқан адам, ата-ананың әрдайым батасын алып, сол кісілерді разы етем деп жүгіріп жүрген адам, оны күнә жасауға уақыты болмай қалады екен. Мысалы, мынандай өмірде заңдылық бар екен. Мысалы, бір адам бар, өмірде ешқашан жолы болмаған. Кәсібінің берекесі жоқ, өзінің қадір қасиеті жоқ. Осының себебі не десе, ата-анасымен мәмілесі дұрыс емес екен. Бұл осындай заңдылық бар екен өмірде. Ата-анасын сыйламаған, ата-анасының батасын алмаған перзенттің ешқашан жолы болмайды екен. Онда осы ретте бір сұрақ қоя кетейінші, тақырыптан кішкене ауытқиық енді. Бірақ қазір трендтегі тақырып бар ғой, детская травма деген. Бұл жалпы алғанда енді мен субъективті пікірім, детская травмасы жоқ адам жоқ. Және ол дәл сол травмалар бізді тұлға етеді, бізді тәрбиелейді, өсіруші. Бірақ оның келесі қара көлеңкелі тұсы бар, адамдардың бәрі өзінің ата-анасын жек көре бастайды. Бірақ шын мәнінде
білмеймін, сол травма бізді есейткен болса, неге біз ата анамызды сол травмаларды бізге берген жек көруіміз керек деген сияқты ғой. Осыған қатысты екі ойлы болып жүрген, өзін түсіне алмаған, осы тенденцияны түсіне алмағандарға. Жалпы әрбір адамды біз жеке деп, тұлға деп қарауымыз керек. Біз бір нәрсеге жауап берейікші. Дұрыс, мысалы мына күнәнің, істелінген мысалы ізгі амалдардың кейбір деректер бойынша 7 ұрпаққа дейін әсері болады дейді. 7 ұрпаққа. Бұны бірақ біз қалай түсінуіміз керек? Оны түсіну бар бұл жерде. Шынында да мысалы мына қазіргі қоғамдағы өте кең етек алып жатырған мәселе өзінің жолының болмауын, өзінің сол қоршаған ортада орын ала алмауын ол кімнен көреді? Ол әке шешесінен көріп жатыр. Демек ол кінәлі, мені осылай жасап қойды. Негізі әрбір адам Құранның тілімен айтатын болсақ, біреудің қателігіне, біреудің күнәсіне біреу жауап бермейді дейді. Біреудің күнәсіне, біреудің қателігіне бір басқа екінші адам жауап бермейді. Әрбір адамның өзі кеше ата-анасы арқылы анасының құрсағына түскен кезде әрбір адамның тағдыры жазылады. Әрбір адамның тағдыры бекітіледі. Ол қанша өмір сүреді, ол қандай адам болады. Бұл жерде Алланың білімі, ол Алла тағала ол адам ертең дүниеге келгеннен кейін оның қалай өмір сүретіндігін, оның жолы қалай болатынын біледі. Бұл Алланың білімінің шексіздігі сол ананың құрсағында бекітіліп жазылып қойылатын нәрсе. Яғни ол мен мысалы қазір жаман адаммын, мен жамандық болу маған жазылып қойылған, мен жаман болу керек деген нәрсе емес ол. Түсіндіңіз ба? Енді мына жерде жаңағы жоғарыдағы мәселені айтатын болсақ, әрбір адамның ісі, жақсылығы, жамандығы 7 ұрпаққа дейін әсер етеді деген нәрсе, адам негізі ұрпақ үшін ойлану керек. Шынында да ол аманат. Ертең ұрпақ адамды қарғап, артынан жаман сөз айтпау керек. Соттан жалпы мұсылман адам ұрпақтың болашағы дұрыс болу үшін адам өзін дұрыстау керек, өзін оңдау керек. Бірақ жаңағы нәрсе ол менің өміріме ата-анам кінәлі деген нәрсе, ол дұрыс нәрсе емес. Инфантилизм, ол жауапкершілікті іле салу. Әлбетте, ол айтып отырмыз, жалпы адам ең бірінші жауапкершілікті өзіне алу керек. Біреуге артпау керек, біреудің мойнына іле салмау керек. Мысалы, Аллаға шүкір, бала кезімізде қандай жағдай болмады. Бірақ шүкір, мысалы, кезінде қиналған кездеріміз болды. Қарнымыз ашқан кездер болды. Жыртық киімді киіп жүрген уақыттарымыз болды. Бірақ Аллаға шүкір, біз осыған кінәлі әке шешеміз бізге дұрыс тәрбие бермеді, біз дұрыс қамтамасыз етпеді деп мен айта алмаймын. Тіпті мен ешқандай жаман нәрсені ойламаймын. Мен қайта ата-анама, мені осы жарық дүниеге әкелгеніне мен ата-анама алғыс айтамын. Әрбір намазымда ата-анам үшін мен дұға жасаймын. Сондықтан перзенттің өзінің ата-анасына ренжуге ақысы жоқ. Сосын біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Мына ата-анаға ақ болу деген термин бар. Ата-анаға ақ болу деген нәрсе, бұл ата-анаға қарсы болу дейді. Ата-анаға қарсы шығу дейді. Ақ деген ақ болу, қарсы шығу. Мысалы, біз бір нәрсені түсінейік. Алла тағала өзіне құлшылық етумен ата-анаға жақсылық жасауды бір аятта айтты. Бір қатарда айтты, бір абзацтың ішінде айтты, бір сөйлемде айтты. Яғни Алла тағала өзіне құлшылық етуге және ата-анаға жақсылық жасауға бұйырды дейді. Сонда Алла тағаланың бұл бұйрығы. Біз әке шешемізбен көркем мәміле жасауға біз міндеттіміз. Мысалы, Құранның тілімен айтқанда, әке шешеңе қарсы сөйлеу, көзді аларту, қарсы жауап беру, былай тұрсын, уф деп айтпа дейді. Мысалы, бұл өте маңызды. Мысалы, бұл уф деген нәрсе, бұл адам еріксіз, адам еріксіз қаламай өзінің ішінен шығып кететінін сезімеген. Тіпті Алланың өзі айтады, әке шешеңе уф деуші болма дейді. Сондықтан қараңызшы, біз имандылық бізді қалай тәрбиелеп жатыр. Сондықтан мына қазіргі жастар барлық аманатты, бүкіл жүкті, бүкіл қателікті әке шешесінің мойнына асып қоюдан сақтану керек. Бұл үлкен күнә. Біз қазір осыны көріп отырғандар, ата-аналар, не болашақ ата-аналар, мысалы бала тәрбиелеп отыр. Енді қоғамдық көзқараста қарайтын болсақ, Рамазан айын, осы оразаны біздің қоғамдағы халқымыздың ішкі мәдениетін, іс-әрекеттердегі мәдениетінің қалыптасуына ықпал етуші бір құрал деп айтқаным қате болар, ықпал етуші құбылыс деп айтайықшы. Осы кезде ата-аналар балаларын отырғызып қойды.
қазіргі жастар, әсіресе миллениалдар, зумерлер дейміз де, қазіргі терминмен айтатын болсақ, оларға бәрін ғылыми түсіндіру керек. Мен өзім де енді кішкене ораза деген не деп менің қызым сұрады. Соны түсіндіру үшін бүйтіп айттым. Ағзада жаңағы біз енді ашуланған кезде мен Стэнфорд университетінің зерттеуін оқыдым, кішкене айтып жіберейін. Ана танымал болып кеткен зерттеуі бар әлеуметтік желіде. Кішкентай баланы отырғызып қояды, кәмпит қойып кетеді, 15 минуттан кейін жейсің мен келгенде дейді. Бала жеп қойса, шыдамсызданып 2 топқа бөліпті. Шыдай білген балаларда кейін 5-6 жылдан кейін дисциплина болған. Көп жағдайда, көп факторларда олар жетістікке жеткен. Ал шыдамсыздарда проблемалар көп болыпты дейді. Яғни біздің қазіргі дәл осы діндегі ораза ауыз бекіту, өзін тыя білу, мінез құлқын дұрыстай білудің өзі жалпы халықтық дисциплинаға тәрбиелеу. Әлбетте. Бірақ осыны бір ғылыммен әдемілеп түсіндіріп бәрі түсінеді айтады ғой, дінді уағыздағың келсе, ол сенің тілің түсінбесе, оның тілінде айт дейді, сөйтіп. Біз бірінші мысалы оразаның бізге берері не деп ойланып көрейікші. Мысалы біз айттық, ең бірінші бұл ораза құлшылық. Жалпы құлшылық деген нәрсе өте үлкен ұғым. Құлшылық жасаған адамды мысалы Алла Тағала жақсы көреді. Негізі сізбен біздің негізгі дүниеге келуімізден, негізгі жаратылуымыздың негізгі мақсаты құлшылық. Негізгі құлшылық. Өйткені Алла Тағала Құранда ашық айтады, мен жындар мен адамзатты өзіме ғана құлшылық ету үшін жараттым дейді. Демек Алла Тағала бұл адамды Алла өзінің сызып қойған, өзінің заңнамасымен мына нәрсені істе, мына нәрсені істеме, мына нәрсе бұйрық, мына нәрсе тыйым деп Алла Тағала бізге кәдімгі өмір сүру салтымызды бізге түсіріп қойған. Демек, егер адам осымен жүретін болса, ол адам бақытқа кенеледі. Енді қараңыз, демек ең үлкен бір ерекшелік құлшылық. Кейін оразаның ең үлкен пайдасы, мысалы, жасыратын жоқ, қоғамда әртүрлі адамдар бар. Шынында да мысалы, бұл Алла Тағаланың әркімге беріп қойған рызық несібесі. Біреудің несібесі кең болады, біреудің несібесі тар болады. Бұл өмірдің заңдылығы солай. Барлық адамның рызық несібесі тар болып кетіп, немесе барлық адамның рызық несібесі кең болып кетсе болмайды. Өмірдің өзінің заңдылығы бар. Өмірде жалпы тепе-теңдік деген үлкен ұғым бар. Енді осы оразаның бір ең үлкен бізге берер пайдасы, жалпы адам бізді тәрбиелейді ораза. Біз басқа адамдарды көріп, біз ойлануымыз керек. Мысалы, біздегі бар нәрсеге кейбір адамдар жете алмай жатыр. Біз осы нәрсені көргеннен кейін біз шүкір етуіміз керек. Енді оразаның ең үлкен пайдасы сабырлық дейді. Мысалы, сабырлық деген нәрсе өте маңызды нәрсе. Дұрыс, пендеміз ғой, бәрімізде эмоция бар, ашуланамыз. Кейде мысалы ортадан бір жағымсыз жағдайлар болып қалады, әртүрлі жағдайлар адам әсер етеді, кейде эмоция шығып кетуі мүмкін. Бірақ барынша бұны ұстауға тырысуымыз керек. Мына пайғамбарымызға Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір адам келіп ақыл айтыңызшы деген кезде айтады, ашуланба дейді. Ол көңіл толмайды, біраздан қайтадан айналып келеді, ақыл айтыңызшы, кеңес беріңізші, тағы да айтады, ашуланба дейді. Сол уақытта бар түсінеді да ол. Демек, ашуланбау деген нәрсе өмірдің ең үлкен ұстаным екен. Ашуланбаған адамның өмірі ұзақ болады. Ашуланбаған адамның былайша айтқанда өмірі берекелі болады. Ашуланбаған адамның қоғамда несі болады? Қадір қасиеті болады. Енді мына сабырлық деген нәрсе осы оразада кәдімгі көрініс табады. Сабырлық жалпы 3 жағдайда болады екен. Бірінші, Алла Тағаланың бұйрығын орындауда сабырлық таныту керек. Мысалы, таң намазға тұру оңай емес. Немесе таң сәріден күн батқанға дейін аш жүру оңай нәрсе емес. Демек, біз өзімізді ұстауымыз керек, сабырлық танытуымыз керек. Сабырлық танытуымыз керек күнә. Мысалы, адамның табиғаты күнәға жақын. Күнәға жақын. Осы кезде адам өзін ұстау керек, тежеу керек. Демек, бұл қиыншылыққа сабыр ету керек. Ал енді үшінші сабырлық түрі адамның басына жеткен мысалына қайғы қасірет болады ғой. Әртүрлі өмірде жағдайлар, осыған сабырлық таныту дейді. Мына оразада ең үлкен бір керемет адамға берілетін бір сезім, Алла көріп тұр деген сезім басым болады екен. Мысалы, шынында да Алла көріп тұр. Алла көріп тұр деген ұстаныммен өмір сүрейікші мысалы. Мысалы, Алла көріп тұр десек, Алла Тағала сізбен біздің бәр ісімізді бақылап тұр десек, ол адам шектен шығудан өзін тияды. Мысалы, осы бөлмеде отырмыз, мысалы, қазір төбеде камера тұрса, біз камераның тұрғанын көреміз де, бір ыңғайсыз, әдепсіз істерді жасауға тартынамыз. Енді сізбен біз бір ойланып көрейікші, бізде 24 сағат камера тұр да. Алла Тағаланың камерасы тұр.
бәрі жазылып жатыр. Алла бақылап тұр. Мысалы, Мен Салих ағаны өлтірген жоқпын. Өтірікші, сен істепсің, әкемді сен өлтіріпсің. Қанішер! Сен тірі жүруге емес, өлуге лайықсың. Қолымнан ұста, Астана арнасында. Құранда бір аят бар, ойланатын аят бар. Адамдар дейді, күнә жасайтын кезде дейді, адамдардан жасырады дейді, адамдардан жасауға ұялады дейді, бірақ Алладан ұялмайды дейді. Ойланатын аят негізі. Ол ойланатын аятта шында да біз мысалы бұл жерде күнәні үлкен кіші деп жаңағы бөліп тастау емес, маңыздысы біз кімнің алдында күнә жасап тұрмыз? Біздің жасаған күнәмізді тікелей кім көріп тұр? Демек біздің күнәдан шектелуімізге, тыйылуымызға бірден бір септігін тигізетін осы Алланың бақылап тұруы, көріп тұру деген адамның жан дүниеге сезім. Міне осы Рамазан айында ерекше болады екен. Сосын мына Рамазан айындағы бір керемет бір құбылыс, мысалы періште, мысалы періште деген бар. Алла Тағала періштелерді жақсы көреді. Неге? Періштенің негізгі жаратылудан мақсаты ол Алланы ұлықтайды, Аллаға құлшылық етеді. Алланың айтқанынан бір сызық шықпайды. Осы адам бір ай бойы осы періштеге ұқсап қалады екен. Мысалы періште ішпейді, жемейді. Періштеде нәпсі жоқ. Тек қана бұйрықты орындайды ғой. Ал адам да дәл солай белгілі бір деңгейде ішіп жеуден, нәпсісін айтқан қылудан белгілі бір уақыт өзін тыйған үшін періштеге ұқсап қалады екен. Сондықтан жалпы оразаның сізбен бізге берер пайдасы, жалпы оразаның философиясы өте кең үлкен. Отбасы деген тақырыпқа қарай бұрып жібердім жаңа. Жалпы енді осы кезде болатын көп кездесетін құбылыс. Осы сұхбатқа келмес бұрын алдымен өзі әлеуметтік желіде опрос жасағам. Сол жерде енді әйелдер жазып жатыр да, ауыз бекіттік қой, енді шүкір етіп барлығымыздың мақсатымыз сауап дейді. Біреу айтады, өзім тәрбиелеймін дейді. Бірақ ерлеріміз диванда жалқауланып жатып қалып жатыр. Бүкіл екі есе тірлікті өзіміз істеп жатырмыз дейді. Жалпы өзіңіз де білесіз, осындай шамалы біздің жалпы қазақтың жігіттерінде бар ғой енді. Осы дұрыс па? Бұны екі жақты қараған дұрыс сияқты. Мысалы, яғни жігіт диванда жатады, күйеуі менің аузым берік деп, әйелдің де аузы берік, бірақ бүкіл тірлікті істеп жүреді. Енді біз былай қарастырайықшы бұл мәселені. Көбісі айтады, көбісі айтпайды, жалпы мұсылман еркек адам әйел адамға басшы дейді. Дұрыс қой? Бұл Құранның аяты. Еркек әйелге басшы. Демек еркек әйелден бір бас жоғары. Бірақ немен? Қандай жағдайда? Мәселе осы жерде. Алла Тағала ер адамды әйел адамға қарағанда күшті, батыл етіп жаратып қойған. Еркек адамның мойнындағы ең үлкен жауапкершілік бала шағасын, отбасын бағып қағу. Ішіп жеумен, киім кешекпен, тұратын жермен оларға қорған болғаны үшін аят осылай жалғасады. Біз ана аяттың басын оқимыз да, аяттың екінші бөлігін оқығымыз келмейді. Еркек адам басшы, немен басшы? Ол бала шағасын, отбасын бағып қаққан үшін, оны ішкізіп, кигізіп, оған амандық, есендік берген үшін ол басшы дейді. Сондықтан жалпы біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Мына қоғамдағы ең үлкен мәселе бір отбасылық мәселе. Біз мұсылманбыз. Мұсылманға жалпы қасиетті Құранның мәтіндері, пайғамбарымыздың Алланың салауаты мен сәлемі болсын әрбір айтқан насихаттары сізбен біз үшін өте қымбат. Бұл аят, хадис келген кезде біз бұған кәдімгідей жіті мән беруіміз керек. Өйткені ол жерде сізбен біз үшін пайда бар. Мысалы, дұрыс, адамды аздырып жатқан шын шайтан. Мысалы, адам өзін күнә жасауын, дұрыс, ол өзі қалады, өзі ниет қылды, жасап жатыр. Бірақ адамның күнә жасауына себеп болатын әртүрлі себептер бар ғой, факторлар бар. Мысалы, адамды аздырады. Мысалы, оразада қазір құтырған жындар біз кісенделіп байланды деп жатырмыз. Мысалы, осындай жын шайтандардың негізгі функциялары бар да, адамды аздыру, адамға жаман ой салу. Мысалы, енді хадисте келеді, осы жын шайтанның ең үлкен атасы Иблис,
судың ортасында отырады дейді. Бұл хадисте келіп жатыр. Біз бұған біз сенуіміз керек. Өйткені иман деген нәрсе бұл Аллаға, оның елшілеріне, оның Құранға, бәріне кәдімгі сенуіміз керек. Құранда қалай айтылды, пайғамбар не айтты, біз оған илануымыз керек. Бұл иман бұл. Мәселе осы иман болғаннан кейін біз иланамыз. Пайғамбардың мынандай сөзі бар. Мысалы, Ібліс дейді, судың ортасында отыр дейді. Кейін өзінің әскерлері бар ғой, солар келіп Ібліске есеп береді екен. Мысалы, бір келеді екен де, шайтан келеді айтады, мен пәленше адамға арақ ішкіздім дейді екен. Азғырып. Ібліс айтады екен, еш нәрсе істемепсің сен. Қараңыз, еш нәрсе істемепсің дейді. Тағы да біреу келеді екен, мен дейді бір кісілерге ойнастық зина жасаттым дейді екен. Азғырып, ана адамды азғырып жіберіп, сонда зина ойнастық жасаттым деген кезде Ібліс айтады дейді, сен де мүлде еш нәрсе істемепсің деп. Тағы да біреу келеді екен, мен ана бір адамға қол салғыздым, яғни адамды өлтіріп қойды. Азғырдым осылай, оны ашуландырдым десе, Ібліс айтады дейді, сен еш нәрсе істемепсің деп. Өйткені бұл күнәлар ғой, қателерді, бұлар қателер, Алла жақсы көрмейді. Тәубе етіп алар дейді екен да. Ал біреу айтады екен, мен бір отбасының арасына түстім, екеуін екі жаққа жібердім дейді екен. Ажырастырып жібердім дейді екен да. Сонда Ібліс орнынан тұрып, жаңағыны орнына отырғызып, басындағы тәжді кигізіп, ең үлкен іс жасапсың дейді екен. Демек қазір бұл отбасылық мәселе ең үлкен проблема. Жаңағы отбасындағы мәселеге айтатын болсақ, ер адам отбасын бағып қағу керек. Ер адамның ерекшелігі ол еңбектену керек. Ол отбасы жауапты. Ол жауап, бұл Алланың сізбен бізге үлкен берген аманаты. Ал егерде ол үйде жататын болса, оның қадір қасиеті болмайды. Бірақ мәселенің екінші жағы бар. Кейбір қарындастарымызда ер адамдар таңнан кешке дейін әйтеуір тырнақтап жиып, әйтеуір отбасын бағам қағам деп еңбектен жүрген ер азаматтарда жоқ емес, бірақ солардың тапқан таянғанына қанағат танытпай, осы ғана ма деп осылай кейіп танытатындар да жоқ емес. Сондықтан отбасыда екі жақта да ауызбіршілік болу керек, бір-бірін қолдап, қорғап, әрдайым бір-біріне телеулес болып жүрсе, ол отбасында үлкен бір бақыт деген қалыптасады. Енді мына нәрсені мен айтқым келіп тұр осы отырыста. Мысалы, қазір біз өкінішке орай жүкті бір-бірімізге тастап жіберіп жатырмыз. Мысалы, мына отбасы дейікші, отбасы айрандай ұйып отырған отбасының бұзылуына еркек әйелді кінәлайды, әйел еркекті кінәлайды. Мысалы, айтады, жаңағы еркекті төргеде, көргеде сүйрейтін әйел дейді. Жақсы, жаңағы алтын басты әйелден бақа басты еркек арты дейді. Жақсы, түсінікті. Жаңа немесе баланы жастан, қатынды бастан. Жақсы. Әр нәрсенің өзінің айтылатын орны бар негізі. Бір ситуациясы бар. Әр қайсының өзінің орны бар, ситуациясы бар да. Бірақ біз бір нәрсені түсінейікші. Негізі ер адам ретінде отбасылық құндылықты ер адам өзінің қолына алу керек. Неге? Өйткені, мысалы, кейбір деректерден келеді, мысалы, алдыңғы ізгілер мынандай сөзді айтады екен. Мен айтпақшы болғаным, әйелге бәрібір әйел кінәлі емес деп жатырған жоқпын. Бірақ бір мәселені айтқым келіп отыр. Кейбір ізгілер айтады екен, бізден алдыңғы өткен. Мысалы, бір күнә жасаймын дейді. Күнә жасаймын, қателікке бой алдырып қоямын дейді. Сол күнәнің, қатемнің әсерін үйдегі әйелімнен және астымда мініп жүрген есегімнен байқап қоямын дейді. Ол не, мағынасы не? Мысалы, кейде есегім менің айтқанымды істемей кетеді дейді. Өйткені мен күнә жасап жатырмын ғой. Қадір қасиеті қашып жатыр. Көрдіңіз бе, адам күнә жасағаннан тіпті менің қадір қасиетімнің жоғалғанын есектің өзі сезіп қойып жатыр дейді. Ал енді үйге барғаннан кейін әйел міндетті түрде сезіп оны. Қарсы сөйлейді, бір нәрсені жауап қайтарады. Көрдіңіз бе? Сондықтан менің түсінігімде отбасындағы мәселені еркек қолына алу керек. Неге? Өйткені Құран-ы Кәрімдегі көптеген мәтін текстерге қарап отырсақ, пайғамбарымыздан айтқан біздерге насихатын айтатын болсақ, тікелей еркек адамға айтылады, ер адамға айтылып жатыр. Бізге Алла Тағала айтып қойған,
пайғамбар хадисте айтады, сендер еркектер басшысыңдар дейді отбасыларыңа. Біз жауаптымыз. Демек біз отбасын дұрыс басқара білуіміз керек. Сосын пайғамбардың ең үлкен өсиеттерінің бірі, дүниеден өтіп бара жатқан кездегі өсиеті бар. Дүниеден өтіп бара жатыр да. Есеп көріңізші, жан алқымға келіп тұрған уақыт, сондағы айтып кеткен өсиеттің бірі, еркектерге әйелдеріңе көркем мәміле жасаңдаршы дейді. Қараңызшы. Демек бұл мәтіндерден ер адам жауапкершілікті әйелге тастағаннан гөрі өзімізге алып көрейікші. Өзімізге алайықшы. Адам өзіне алатын болса мәселе шешіледі. Мысалы, дұрыс, біз ер адамдар кейде тым талапшыл болып кетеміз. Мысалы, қарапайым, мен мысалы бүгін үйден мен 5-тен 15-те шықтым. Таңертең. Өйткені таң намазымыз бар. Мен қазір кешке сағат 10:30-11-де мен 10:30-11-де мен үйге кірем. Жасыратын жоқ, менің бала-шағамның жағдайы, оның ішіп жеп, тамағын бәрін кім реттеп отыр? Менің ешкіміз әйелім. Енді белгілі бір деңгейде әйел, ол шаршап қалды ол. Ол тамақ пісіру керек, ана бала жылайды, мысалы. Бірақ менің осы жердегі менің қателігім, мен үйге кірген кезде әйелімнің менің алдымнан жүгіріп, күліп шығуын мен күтем да. Мен ана әйелдің жағдайын ойлаған жоқпын. Үйде қандай жағдай болды? Мысалы, мен еркек ретінде жасыратын жоқ. Мен бала-шағам қасында 1-2 сағат шыдауым мүмкін. Мен 1-2 сағаттан кейін айтам, мен жұмысым бар деймін. Мен шығып кетем. Мысалы, бұл бәрімізде бар нәрсе. Сондықтан мен айтайын дегенім, біз үйдегі әйелді бағалайықшы. Үйдегі әйелге түсіністік танытайықшы. Келдік дұрыс күтіп алмады ма, оған да түсіністік танытайық. Өткізіп жібере салайықшы. Ертең ол жаймен түсінеді. Жалпы әйел адамды еркек өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Негізі пайғамбардың тәрбиесінде осы нәрсе бар. Мысалы, пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлем болсын, аналарымызбен де кикілжің болмады емес, болды. Мысалы, кейбір деректер бойынша кешке дейін аналарымыз сөйлемейтін болған. Ашуланып пайғамбарға сөз қайтарып, кейде сондай қыңыр мінез танытады. Кешке дейін ашуланып жүретін болған. Бірақ пайғамбарымыз үндемейді дейді. Қазақта сөз бар ғой, үндемеген үйдей бәледен құтылады дейді. Біз неге осындай... Бәле демеңіздерші. Жоқ, әйел бәле емес. Үндемеген үйдей қиыншылықтан құтылады дейікші. Біз негізі үндемей, кейбір нәрсені сабырлықпен шешіп отыруымыз керек. Біздегі мәселе, біз әрбір нәрсеге біз тақалып қала береміз да. Былайша айтқанда, біз ер адамдар майдаланбауымыз керек. Бір сұрақ қойыңызшы. Осы жерде мен де айттым ғой, жаңа тату тәтті деген отбасылық шоу жүргізіп. Сол жерде жақында бір жағдай болды. Енді ер азаматтың өзіне жауапкершілік алуы бар да, және ер азаматтың өзін басшымын деп абсолютті монархия орнатып беруі бар. Бір ер азамат келді, 5 баланың ба, 6 баланың ба әкесі, әйелін қызғанғаны сонша, өзінің жанынан алыс жібермейді. Жұмысқа шыққысы келеді, өзін дамытқысы келеді. Ал әйел, мен балаларыма сауатты ана болғым келеді. Мен шыққым келеді дейді. Жай ғана ер адамдармен контакт болатын жердің барлығына жібермей отыр. Жай ғана мен барлығына басшымын, мен иелік етем, мен қожамын, мен иелік етем. Бәрін мен айтқаным бойынша болады. Бәріміз көндіруге мәжбүр, көнгенің. Мысалы, және бұндай жағдайды өте көп көремін. Және мысалы әйелдің ер азаматтан бір бас төмен болуы керек деген қағиданы көп айтатын адамдарды да көремін. Бірақ мен енді журналистпін ғой, бірінші сұрақ қандай аргументпен деп сұраймын ғой. Сол кезде түсіндіре алмайтын жағдайларда өте көпті. Мына бірінші жағдай, басшылық болудың, жаңағы иелік етудің, жауапкершілік алудың шекаралары болады ғой. Соны білмей қалатын кездер болатын сияқты, қалай ойлайсыз? Сіз түсіндіріп беріңізші. Жалпы басшы, басшы деген ол керемет сөз да. Жауапкершілік алушы. Басшы, ол басшы бола алады, қашан өзінің мойнындағы міндеттерді орындай алған кезде. Ал егер ол өзінің мойнындағы міндеттерін, талаптарын ол орындамаса, ол басшы болып қабылданбайды. Мысалы, әрбір мекемеде басшы сол ұжымды уақытымен, айлықпен қамтамасыз етіп отыру, олардың жағдайларын жасауды ол жасай алмаса, ол басшы емес ол. Демек, дәл осы отбасындағы да мәселеде осы жағдай. Енді жалпы дұрыс
бұл ұстанымды былай деп түсіндірейікші. Мысалы, біз енді мұсылманбыз. Біздің жалпы мұсылмандық, біздің қазақи салт дәстүр, өмір сүру салтымыз бар. Біз бір нәрсені шатастырмайық. Біздің дініміз бен дәстүріміз бір-біріне сіңіп кеткен. Бұны біз ажырата алмаймыз. Ажырата алмаймыз. Қазір мысалы қоғамда осыны ажыратқысы келетіндер бар. Бұған ұрынып жатқандар бар. Бұл сен қазақсың ба, сен мұсылмансың ба деп қойылатын мәселе бар. Жоқ. Біз қазақпыз да, біз мұсылманбыз да. Оның мысалы мен бір уақытта мен әкемін, мен бір уақытта мен әкемнің перзентімін. Біз екеуін бөле алмаймыз. Мен осы нақты уақытта менің екі міндетті мен атқарып жатырмын. Мен әкемін, мен перзентпін. Дәл сол сияқты мен мұсылманмын, мен қазақпын. Әрбір ұлттың өзінің өмір сүру салты бар. Жалпы шариғаттың ерекшелігі, шариғат ешқашан мына өмір сүріп жатқан адамдардың егер ұстанымы діни сенімге қайшы болмайтын болса, діни нанымға бір кемшілік жеткізетін болмаса, шариғат ол халықпен, елмен, жұртпен санасады. Оған рұқсат береді. Енді мынандай ұстаным бар ғой, мысалы, мен ер адам, мен Алланы разы қылуым үшін, мен ата-анамды разы қылуым керек. Яғни Алланың разылығын маған Алла Тағала менің ата-анамның разылығына байлап қойған. Ал әйелге Алла разы болу үшін, әйелге күйеуі разы болу керек. Дұрыс, енді еркек адам жалпы отбасы ол үшін аманат, бала шағасын сақтау керек. Кейде ол қоғамда әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін. Бірақ егер ер адам сондай отбасын сондай бір қиын жағдайға түсіп қалмасын десе, ол жағдайын жасап беру керек. Мысалы, бірақ қызғаныш деген жаңа айтып отырмын. Әлбетте жоқ, қызғаныш деген нәрсе бар нәрсе, бірақ әр нәрсенің өзінің шегі болу керек. Мысалы, қазір қоғамда қазір араласпай өмір сүру мүмкін емес. Мүмкін емес. Мысалы, қоғам санасуымыз керек. Бұл жердегі жағдайды ескеру керек. Мысалы, біздің әйеліміз мысалы бір жерге барып келу керек болатын болса, оның дұрыс барып келуіне біз жағдай жасайық. Яғни оны көшеге жібере салмай, өзіміз апарайық. Өзіміз қасында қамқор болайық. Өзіміз жүрейік. Өзіміз жол көрсетейік. Енді мен айтайын деген қысқасы, бұл проблемадан шығуға болады. Негізі жаңағы тек қана менің ғана айтқаным болады деп жаңағы абсолюттік монархия дейді ғой. Ондай негізі дұрыс нәрсе емес. Өйткені қазір адамдардың қоғамда түсінігі басқаша. Жалпы мұсылман адам осы нәрсенің бәрін елеп, даналық таныту дейді ғой. Даналық деген сөз, қандай адамды дана дейміз? Қай жерде не айту керек, не істей алу керек, осы нәрсе даналық екен. Сондықтан жалпы мұсылман ер адамдарға жетпей тұрған бір ерекше қасиет бұл даналық. Яғни бір пенде, екінші пенденің, ер әйелдің, әйел ердің өзінің ішкі сезімдері, эмоциясы қызғаныш үшін бостандығын шектеуіне хақы жоқ. Әлбетте. Дұрыс. Бірақ қызғанудың да өзінің шегі бар. Шегі бар. Әлбетте, барлық нәрсе өзінің ретімен, орнымен, шегімен болса, нұр үстіне нұр. Ал енді осы ерлер, әйелдер дейміз ғой. Келген сұрақтардың бірі осы. Тура айтқанда, отбасындағы жаңағы татулықтың, әйелдің ер азаматының өзіне деген махаббатын сақтап қалуы үшін керек жаңағы ұстану керек ережелер дейді, көбіне белден төмен әңгіме айтады. Өте көп, өзіңіз көрген шығарсыз, өте көп осындай орамалды әдемі келіншектердің әлеуметтік желіде осындай видеолар жазып отыратын, кәдімгі белден төмен сабақтар. Осы қаншалықты дұрыс, жалпы көріп отырсаң, шынымен де ислами қағидаларға сәйкес отбасы тек осымен ұсталып тұр ма деп ойлап қаласың. Сіз не дейсіз осыған? Мен сізге үш мысал берейінші. Нақты бір үш мысал бергім келіп тұр. Мысалы, бір нәрсені жеткізу. Қалай жеткізу керек? Пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлем болсын, бұның көкесі бар, Аббас деген. Аббас. Демек, пайғамбарымыздан жасы үлкен ғой. Осы Аббасқа сұрақ береді. Сіз үлкенсіз ба? Мұхаммед пайғамбар үлкен ба дейді. Қараңызшы, пайғамбарға құрмет, иманға, дінге құрмет, ол қалай жауап берді? Ол былай деп жауап береді. Ол менен үлкен дейді. Бірақ мен бірінші дүниеге келіп қалғанмын дейді. Түсініңіз ба? Яғни тіпті ол пайғамбар менен кішкентай деген сөзді айтуға жол бермеді ол. Ол бірінші. Екінші, мына кейбір сахабалар оған
тек құлшылықпен өткізетін күнін. Хазірет Омарға бір күні бір әйел кісі келіп айтады, менің күйеуім дейді, күндіз ораза, күнде, түнімен құлшылық жасайды дейді. Сонда Хазірет Омар айтады, халифа Омар, о күшті ғой ол дейді, сенің күйеуің керемет қой дейді. Сонда әйел қайталайды, менің күйеуім күндіз ораза, түнімен құлшылық жасайды дейді. Хазірет Омар айтады, күшті ғой сенің күйеуің дейді. Сонда жанындағы кісі айтады, түртеді, халифа дейді, момындардың әміршісі дейді, сіз түсінбей отырсыз дейді, ол әйеліне қарамай жатыр ол дейді. Әйелімен оның мәмілесі дұрыс емес деген. Қараң, осыны қалай жеткізді. Үшінші бір мысал берейін сізге. Бір халифаның, үлкен момындардың әміршісі, екі баласы болады. Мамун деген, кейін иман деген ба, мен қателесіп отырмын атын. Сол әйелін айтады дегенде әрдайым, мына Мамун мына баладан өте жақсы, зерек, артық дейді екен да, бірақ ана ғой, екеуін бірдей көргісі келеді екен. Сонда халифа айтады, мен дәлелдеп беремін саған дейді. Айтпайды, ана бала шағаға тапсырма бермейді, сен бүйтіп айтасың деп айтпайды. Кейін шақырып алады, қызметшіге айтады, ана бір балам шақыршы дейді. Шақырады, сонда мына мұсылмандар мына тіс тазалауды, понятно, соны мисуак дейді. Мисуак дейді. Бір таяқ нені айтады, мынау не дейді. Айтады, мисуак дейді. Жақсы. Кейін көп мисуакты қояды, мынау не дейді. Енді ол мисуактың көпше тұр ғой. Енді мәсәуик, араб тілімен айтқанда мәсәуик. Жақсы. Шағыр. Қызметші айтады, Мамунды шақырыңдаршы енді дейді. Мамунды шақырады. Дәл сол сұрақты береді. Бір мисуакты алады, мынау не дейді. Мисуак дейді. Жақсы. Сосын көп мисуакты қояды, мынау не дейді. Мамун ойланады. Ойланып тұрады, айтады. Дидду махасиник дейді арабша. Сенің жақсылықтарыңның қарама қарсыз дейді. Сөйтсе, мәсәуик деген сөздің мағынасы, екінші мағынасы бар. Ол тіс тазалағыштар дегенмен қоса, сенің жамандықтарың деген мағынаны береді екен. Көрдіңіз ба? Ол бала ол сөз қолданып тұр. Ол бала ол сөзді қолданып тұрған жоқ, ол айтып жатыр. Сенің жақсылықтарыңның қарама қарсыз деп жатыр. Сонда әкесі анасына қарайды, көрдің ба дейді. Демек айтайын дегенім, жалпы мұсылман адам бір нәрсені жеткізген кезде дұрыс жолды таңдау керек. Ал өкінішке орай қазіргі уақытта осы мейлі ол орамал таққан, мейлі ол тақия киген, әртүрлі коучтар, тек әңгіме, белден төмен әңгіме, бұл кішкене ұят қалып баратын нәрсе. Жалпы ұят деген нәрсе, әлбетте, мынандай дерек бар, пайғамбарымыздың дәуірінде, пайғамбар өтіп баратса, бір екі адам сөйлесіп тұр дейді, сөйтсе біреу қатты ұялшақ болса керек, анау айтып отыр дейді, сен неге ұяла бересің? Неге ұяла бересің сен? Сен де басыңды көтерсейші десе, пайғамбар айтады дейді, тиіспе, ұялу иманнан деп айтты дейді. Демек, иманды адам ұялу керек. Ал енді экранның алдында отырып алып, әртүрлі сөздерді қолдану, әртүрлі сөздерді айту, тіпті іс әрекетпен көрсету, ол былайша айтқанда ұяттың ұяты, енді Алла өз кешірсін, бұл арсыздық қалып баратын қылықтар. Сондықтан жалпы Алла тағала әрбір адамның табиғатына ол нәрсені салып қойған. Әр адам іздеген адам өзі тауып алады. Жалпы бұндай нәрсе, мына белден төмен болған әңгімелер кішкене ол жасырын болу керек. Ол қоғамда ол көпшіліктің қолы жетпейтін жерде болу керек. Керек адам өзі тауып алады. Ал көпшіліктің алдында ол айту, ол жалпы шынайы имандылыққа кішкене қарсы келетін әрекеттер. Мен Салих ағаны өлтірген жоқпын. Өтірікші, сен істепсің, әкемді сен өлтіріпсің. Қанішер! Сен тірі жүруге емес, өлуге лайықсың. Қолымнан ұста, Астана арнасында.
осы ретте енді қоймасам болмайтын мына сұрақты. Мен енді сізбен сұхбаттың алдында көп мониторинг жасадым. TikTokта әсіресе ұстаздар отырған кезде стримда көп сұрақ қойылады ғой. Сол жерде енді жастар түсінікті, ана ішіп қойсам, жеп қойсам, ұйықтап қалсам, ана сұрап жатыр да. Бірақ ең көп қойылатын сұрақ бірнеше әйел алу туралы екен. Неге ислам деген кезде бірнеше әйел алу туралы сұрақ үнемі маңызды болып тұрады? Қалай ойлайсыз? Енді жалпы шарғи тұрғыда Құранның мәтінімен алатын болсақ, бұл Алла Тағаланың рұқсат берген, бұл рұқсат ісі. Жалпы ер адамның 4 әйелге дейін ала алуы. Бұл шариғатта өзінің жауапкершіліктері бар ғой. Әлбетте, бұл жалпы бұл осындай мәтін барды, бірақ Алла Тағала осы мәтіннің жалғасында айтады, егер әділдік жасай алмасаңыздар, біреу жақсы дейді. Енді әділдік жасау деген нәрсе қиынның қиыны. Сондықтан мен енді өзімнің кеңесім, әлбетте әрбір адамның өзінің өмірі бар, өзінің ұстанымы бар. Мысалы маған да сұрақ береді, сіздің неше әйеліңіз бар дейді. Мен айтам, Аллаға шүкір, 4 әйелге татитын бір әйелім бар деймін. 5-ші арам деймін. Яғни менің бір әйелім 4 әйелге татиды. Бірақ енді алып жатырған адамдарда түсіну керек шығар. Мүмкін кейде адам мәжбүрлі жағдайда алу мүмкін. О жағында ескеру керек. Ол енді түсінікті ғой, бір жағдайлар болады. Бірақ көп жас жігіттер аккаунттарына кіріп қарасам, мен кәдімгі дүниелік әңгіме айтып отырмын сізге. Әрқайсысын зерттеп қарадым. Неге осылардың бәрі сондай бір шамасы жетіп тұр ма, қатты маңызды болып тұр ма деп. Жап-жас балдар, біреулері бір кәдімгі бала шағасының суреті толып тұр, кәдімгі әбден үйіп отырған отбасы бар, ешкім орамал тақпай. Енді ондай әртүрлі да, бірақ көбісін мазалайтыны бірнеше әйел алу. Осы тенденция қайдан деген сияқты. Біз бір нәрсені түсінейік, жалпы ислам тек қана белденгі төмен мәселені шешетін дін емес. Ислам бір, мысалы, бәріміздің жатқа білетін дұғамыз бар да, мысалы, Раббана атина фид дуния хасана деген дұғаны бәріміз білеміз. Бұл дұғаның мағынасы, я Алла Тағала, маған бұл дүниенің жақсылығын берші, маған ақыреттің жақсылығын берші. Екеуі қатар, қараңызшы. Екеуі қатар. Бұл имандылық деген нәрсе екі дүниенің жақсылығы. Бұл дүниеде жақсылығы өте көп. Тек қана бұл дүниенің ләззаты, рахаты тек әйел емес. Жаңа белден төмен жақсылығы өте көп. Құлшылықтың өзі бар, сауап амалдар бар. Мысалы, исламның тепе-теңдік ұстайтындығына бір мысал берейін сізге. Мысалы, Құранда дүние деген сөз бар, ақырет деген сөз бар. Дүние, ақырет. Қараңызшы, екеуі бір-біріне қарама-қарсы ғой. 115 жерде келеді. Яғни 115 жерде дүние деген сөз келсе, 115 жерде ақырет деген сөз келеді. Құранның 145 жерінде тіршілікке, өмірге қатысты мәселе айтылса, 145 жерде өлімге, ажалға қатысты нәрсе айтылады екен. Тең ұстау. Ислам деген нәрсе осындай тепе-тең. Ислам ешқашан бір жаққа ауып кетпеу керек. Яғни бір өмірдің ләззатын, өмірдің жақсылығын тек қана бір нәрсемен шектеуге болмайды. Өмірдің ләззаты көп. Сондықтан біз тағы да айтамыз, мұсылман ретінде оны жоққа шығаруға болмайды. Алланың рұқсаты, бірақ адам жағдайға қарау керек. Егер сізде мысалы бір адам қазір екінші әйел алу арқылы оның отбасы да үлкен кикілжіңге, отбасының шаңырақтың бұзылуына себеп болатын болса, ол адамға екінші отбасын алу шариғат бойынша тыйым салынады. Ол адам өзінің жағдайына қарау керек. Егер де мысалы мен қазір екінші әйелді алып, бірінші отбасым ауырып, әртүрлі депрессияға түсіп жататын болса, оған кім жауап береді? Оған мен жауап берем. Сондықтан шариғат негізі тек қана бір бағытта жүрмейді. Әр адамға жеке тұлға ретінде қарайды. Егер де шариғаттың талаптарын орындаламын, әділдікті ұсталамын дейтін болса, бисмилля деп тәуекел етіңіз. Ал егер әділдікті ұсталмасаңыз, мына отбасында жылатып, мына отбасын жылатып отырсаңыз, одан да бір әйелмен шектеліңіз, бір отбасымен шектеліңіз. Шариғат бір адамның отбасының бұзылуы, шариғат адамдардың арасында бір-біріне дұшпандыққа ешқашан жол бермейді. Мен сізге ерекше алғыс айтайын. Кәдімгі қарапайым тілмен барлығын түсіндіріп айтып беріп жатсыз. Мына енді оразада оңай емес, әсіресе алғашқы күндер күн сөйлетіп қойдым сізді, бірақ дегенмен бір сұрақ қойайыншы. Мен жаңа айтып отырмын ғой, осы бір жылдан асты отбасылық ток-шоу жүргіземін деп, ол жерде жаңа отбасылар келеді, ең көп көтерілетін дау ер мен әйел тең ба деген. Неге
енді екі жағында ұстана алмаймын. Кейде мен әйелмін ғой, енді әйел затым, әйелдерді қорғап кететінім бар. Кейде әйелдер өйткені өзін аргумент табып қорғай алмай қалады. Өйткені жалпы менталитетімізден бізді кішірейтіп өсірген, тәрбиелеген біз сондай. Бірақ қазір көп әйел жұмыс істеймін, мен де жұмыс істеймін. Мен кейде олар көбісі ерлерінен артықтау тауып қойып жатады. Балаға қарайды, анау жұмысы көп, жауапкершілігі көп. Бірақ сонда да ерін жоғары қойып қояды да. Сол кезде байқағаным, әйелдердің бір сұрайтыны, мені елдің көзінше ең болмаса көтерме деп тұршы деп тұрады екен. Сол кездегі даулар, ер мен әйел, мен де жұмыс істеймін, сен де жұмыс істейсің, мен де табам, сен де табасың, мен де бала бағам, сен де бала. Онда сен де үйде тамақ істе, сен де үйде үй жина, екеуміз тең болайық дейді. Осыған бір жауап берейікші. Мына нәрсені түсінейік біз, жалпы әрбір елдің өзінің бір менталитеті болады. Мысалы, пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кейбір деректерде келеді, үйде кейде ешкі сауады екен. Пайғамбар үйде ешкі сауады екен. Пайғамбар үйдің тазалық жұмысын жасайды екен. Тіпті мына пайғамбарды кейде мына өмірінде көрмеген адам бар ғой. Мысалы, сахабалардың арасына кірген кезде қарап тұрып, қайсың пайғамбар дейді екен. Пайғамбардың өте бір қарапайымдылығы соншалықты, ол мен ғой дегеннен кейін барып, сен ба деп таниды екен. Яғни пайғамбар өте қарапайым болған. Дұрыс, енді бізде жалпы енді бір қазақи ұстанымда біздің өмір сүру өзіміздің салтымыз бар. Мен мына нәрсені айтқым келеді. Мысалы, бір отбасында кикілжің болып жатыр да. Еркек адам өзінің құқын алда қойып жатыр. Әйел адам өзінің құқын алда қойып жатыр да. Бір нәрсені түсінейікші, мысалы, сол ер адамға сұрақ берейікші. Сіздің қарындасыңыз бар. Ертең қызымыз болады, мысалы, қызымыз үйінде өзінің шаңырағында бір кикілжің болып жатыр. Сонда ең бірінші менің арманым, менің тілегім, күйеу бала қызыма бір түсіністік танытса ғой дейміз. Немесе менің қарындасыма түсіністік танытып бір кішкене бір кешірімді болса ғой деймін да. Ал енді мен де қазір біреудің қызына, біреудің қарындасына кәдімгі сол проблема жасап тұрмын ғой. Неге эгоизм осы жерде? Эго да осы жерде. Біз сондықтан мына ер адам өзіміздің әйелімізге өзіміздің қызымыз сияқты қарау керек. Мен мысалы мешіттерде көп, біз отбасылық отырыстар көп бізде. Өзіміздің шәкірттерімізбен отырамыз. Сонда мен ер адамдарға көп сұрақ берем. Сен қашан әйеліңе гүл алып бердің деймін. Шын. Сен қашан алып бердің? Сен кеше қыз кезінде алып бердің ғой жүрген кезде. Өзіңе қарату үшін бәрін жасадың ғой. Қашан мейрамханаға алып бардың? Қашан мейрамханаға алып бардың? Шынында да ол мына нәрсені бізде ер адамдар шын жасыратын жоқ. Біз ер адамдар былай ойлайды екенбіз. Мысалы, мен 15 000 теңге гүл алып барам, ол 3 күннен кейін солып қалады. 3 күн лақтырып тастаймыз. Мен ойлайды екенмін, одан да 15 000 теңгеге үйге азық түлік алып барайыншы. Бұл ер адамдар біз бір нәрсені түсінбей жатырмыз да, бұл мәселе гүлдің 3 күн, 4 күн тұруы емес, ең бір эмоция. Сіз есіктен кіріп қолына ұстатқан кезде эмоция бар ғой. Бұны сіз азық түлікпен сіз сатып ала алмайсыз. Сіз бұны азық түлікпен сіз бұны ауыстыра алмайсыз. Ол жерде маңызды эмоция. Сондықтан мына отбасындағы кикілжіңге себеп болып тұрған нәрсе бір-бірін сыйлау. Мысалы, мен ер адамға бірден ашық айтам, дұрыс, оның жағымсыз қылығы бар шығар, саған сөз қайтарып жатыр, қылық көрсетіп жатыр ғой, мінез көрсетіп жатыр. Бірақ оның жақсы, кеше сіз оны жақсы көріп алдыңыз ғой, қандай қасиетін жақсы көріп алдыңыз? Оның түрі ұнады сізге, оның сөзі ұнады мысалы. Сіз оны ұнаттыңыз ғой, қаншама қыздың ішінен сіз оны таңдап алдыңыз. Демек, сіз оны жақсы көрдіңіз. Мына кикілжің болған кезде сонда жақсы қасиеттерді көп еске алу керек. Сонда жаңағы негатив өз-өзіне жоқ болады. Позитивті көп айтатын болса, бірақ мен тағы да мәселені екі жағынан айтам. Әйел адамда, ер адамды бағалау керек. Бағалау керек. Менің ойымша ол бір-біріне сондай. Әлбетте, бір-бірімен баланс болу керек, бір-бірімен тепе-теңдік табылу керек. Сосын мен бір нәрсені ашық айтам. Кейде семья ажырап жатады. Мен түсінемін, ондай өмірде болып жатады. Алла жәрдемші болсын да. Бірақ мен ата-анаға айтам. Мысалы, қазіргі мына нәрсе ғой, әртүрлі неше түрлі қазір коуч психологтардың біздің қоғамды әбден улап жатырған, бір өзінің уын шашып жатырған нәрселер.
ақыл айтады. Мен бұған қарсымын. Қандай коучтар, қандай нақты кеңестерге мән бермегені дұрыс? Жоқ, мысалы мына нәрсе бар да, мысалы біз қазақи отбасымыз, қазақи отбасында бізде ата, ене, келін деген бұл кәдімгі ұстаным бар, дұрыс па? Біз бұл ұстанымды жоққа шығара алмаймыз. Мысалы мен ер адам ретінде мен кейбір өзіміздің бауырлар інішектерге, шәкірттерге айтамын, ер адамның 3 жұрты бар. Мен мысалы бүгін бір шәкірттермен сөйлесіп отырмын, атаңмен номерін білесің бе айтсам, атамның номері менде жоқ дейді. Мен өте қатты ренжідім. Сонда кешегі ер адамның өз жұрты, нағасы жұрты, қайын жұрты деп тәрбиелеген біздің ата әжелеріміз сонда адасты ма? Адасқан жоқ. Бұл бар нәрсе. Енді қазақи отбасында келін деген түсінік бар. Дұрыс па? Келін, ата, ене деген түсінік бар. Бұл біздің келіннің мойнына кәдімгі жазылып қалынған міндет десек те болады. Бірақ өкінішке орай ата енеге мысалы қызмет жасамайым деген қазақтың қарындастарымыз жоқ па қазір? Бар, табылады. Тіпті сәлем салмайым деп жатқандар дұрыс. Әрбір өңірдің өзінің ұстанымы бар. Әрбір адам сол өңірдің ұстанымымен санасу керек. Сондықтан мен айтайын деген мен бәрі деген жоқпын. Эгоцентристік пікірлер ма? Әлбетте. Бұны неге айттым? Мысалы бұл жаңа сіз айтып отырсыз, мысалы мен оны қаламаймын, дұрыс. Бірақ біз мына нәрсені жоққа шығармайықшы. Мысалы адам өзі қандай болса, бәрінің сондай болғанын қалайды. Негізі. Шын ғой, мысалы адам жақсы болса, өзін кешіру үшін, өзгелерге сондай деп ойласын деп па? Әлбетте. Бәлкім бболып тұрады. Әлбетте, мысалы мынандай нәрсе болуы мүмкін да, ол пенде ғой. Мысалы отбасы жоқ та, толыққанды емес. Ал біреуде отбасы бар да, ол ана адам үшін өте ауыр. Сондықтан қоғамда көпшіліктің несі бойынша бәрі бірдей болса екен деген бір адамда түсінік бар. Мысалы мына жағдайы жоқ адамдар, мысалы қоғамда байлар бар ғой, олар айтады, адамның бәрі бірдей болса ғой дейді. Бірдей болса. Менің айтқым келген нәрсе, мен мына нәрсені айтқым келді негізі. Мысалы қазір отбасылық құндылық бізде қазір төмен түсіп кетті. Отбасы ажырасулар көп. Не себепті ажырасып жатыр? Жақсы көрмеймін дейді, анау дейді, мынау дейді. Бірақ біз бір нәрсені түсінейікші. Ертең бұл жерде бала бар да, бұл жерде. Бала шағаның жағдайы бар. Сізбен біз мысалы қазір отбасымызда кикілжің болса, біз ақ қарамызды ажыратып алатын, былайша айтқанда біз ары қарай өмір сүріп кете аламыз, бізде мүмкіндік бар. Біздің бала ше? Біздің бала шағаның жағдайы ше? Сондықтан мен айтайын дегенім, ашық айтқым келеді. Біздің бала шаға қиналғаннан гөрі, одан біз қиналайық. Біз енді мысалы негіз аяққа тұрып алдық. Біз қай жерден қалай жүруіміз керек, қай жерде қадам басуымыз керек, біз оны білеміз. Біздің бала шаға білмейді. Сондықтан негізі біз ата-ана ретінде өзімізден гөрі, өзіміздің эго, өзіміздің жағдайымызды ойлағаннан гөрі біз баланы ойлайық. Яғни коучтарды тыңда, эгоцентристік пікірлерді тыңда, бірақ өзіңнің ішкі фильтріңнен өткіз. Әлбетте. Ешкімге зияныңды тигізбе. Әлбетте. Әйтпесе біз ол ақпараттың барлығын тиіп тастай алмаймыз ғой. Айтып жатқан адам айта береді. Жоқ, қоғамда айта берсін. Сізбен бізде сол нәрсені қабылдайтын бір фильтр болу керек. Мысалы, мұсылман деген кім? Мұсылман. Біз мысалы момын деген сөз бар да, мысалы момын адам дейміз да. Момын деген не? Момын дегенде біз қой аузына шөп алмайтын, үндемейтін адам айтамыз да. Негізі ол иманды адам ғой, ешкімге зиян тигізбейді. Ол ешкімге зиян тигізбейтін адамды қазақ момын дейді. Яғни ол арабша, яғни иманды деген сөзден шыққан момын деген сөз ғой. Сондықтан біз ешкімге зиян тигізбесек, отбасылық құндылықтар бізде ең жоғары орын алатын болса, ата-ана, әке шешенің ортасында перзент өсетін болса, мен ойлаймын, одан артық бақыт жоқ. Түсінікті. Болды ғой, демей қинамақ қойын сізді. Жақсы, рахмет. Сөз соңында, жалпы айтуға тиіс, білуге тиіс, әркез айтып жүремін деген осы әсіресе Рамазан айында алдыңызға миссия қойған бір қандай да бір маңызды ақпарат бар ма? Жалпы енді меніңше айтылып кетті деп ойлаймын. Тек ораза, тек ішіп жеуден тыйылатын ай емес. Ораза көп ізгі амал жасайтын амал. Қазір біз рухани деңгейде біз жетілетін айда тұрмыз. Біз дамитын айда тұрмыз.
Алланың берген үлкен сыйы. Сондықтан біз көбірек жақсы амал жасайық, жақсылық жасайық, жан жағымыздағы қоршаған адамдарды көбірек қуантайық, туысқандармен хабарласып қояйық, байланысып қояйық. Егер жақсылық жасалмайтын болсақ, ешкімге зиян тигізбейік. Егер мен осы ұстаныммен біз өмір сүретін болсақ, екі дүниеде бақытқа кенелеміз деп ойлаймын. Лайым солай болсын. Рахмет сізге, пікірлеріңізге. Менің ойымша біздің көрермендерге ұнады, көп сұрағына жауап алды деп ойлаймын. Қай тұсы ұнады, сіздер комментарийға жазып кетіңіздер. Жақсы комментарийлерге біздің марапатымыз бар, оны ұмытып кетпеңіздер. Рахмет сізге.